Әлемде ғалымдар мен қарапайым халық арасында сұрақ тудыратын феномендер жетерлік. Олар қалай және қай уақытта пайда болғаны біз үшін жұмбақ болып отыр. Бүгін әлемнің әртүрлі жерлерінен табылған таңқаларлық құрылыстар туралы айтатын боламыз. Сіздермен жұмбақ әлем. Экраннан алыстамаңыздар. Сауд Арабиясы Тамбук қаласындағы Аль-Насла тасы. Бұл құмтастан тұратын жартастың бір бөлігі. Тастың сыртында ежелгі жазбалар, адамдар мен жылқыларды бейнелейтін суреттер салынған. Артефакттың биіктігі 10 метр, ал ені 7,5 метрді құрайды. Bir қарағанда тасты әдейілеп түзу етіп, лазермен кескендей көрінеді. Кейбіреулер жергілікті тұрғында туристер келу үшін тасты әдейілеп кескен деп санайды, ал біреулер келімсектермен байланыстырады. Ал ғалымдар бұл тек табиғи құбылыс екенін айтты. Уақыт өте келе температураның өзгеруінен ортасынан бөлінген деп болжайды. Мьянма, Мон штатындағы 2,5 мың жыл тарихы бар Будданың алтын тасы. Бұл тасқа жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен туристер мен Буддаға сыйынушылар келеді. Сырттан қарағанда тас жардың ең шетінде орналасқан. Биіктігі 6 метр, ал диаметрі 25 метрлік тас қалай құлап кетпей тұрғаны таңғалышты көрінеді. Жапония, Йонагуни пирамидалары. Жапонияның батысындағы Йонагуни аралының жанындағы жұмбақ су асты пирамидалары қазіргі археологтар мен геодезисттер арасында көп пікірталас тудырады. Басты сұрақ, бұл табиғи құбылыс па, әлде ежелгі цивилизацияны салған құрылысы ма? Көптеген зерттеулер Йонагуни пирамидаларының жасы 10 мың жылдан асатынын анықтады. Германиядағы Гозек шеңбері. Германияның Бургенланд-Крайс округіндегі ежелгі неолиттік құрылым. Шеңбер өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында рельефті ұшақпен бақылау кезінде кездейсоқ табылды. Құрылымның бастапқы көрінісі толық жөндеуден кейін ғана қалпына келтірілді. Ғалымдар Гозек шеңберінің астрономиялық бақылаулар мен күнтізбе жасау үшін қолданылғанын нақты айтып отыр. Қазіргі таңда Пасха аралы бүкіл әлемге Моаи алып мүсіндерінің арқасында танымал. Мегалит фигураларын ежелгі өркениет шеберлері жергілікті Ран-Орараку жанартауының кратерында жасаған делінеді. Аралдан барлығы қолдан жасалған ескерткіштердің 1000-ға жуық қалдықтары табылды. Көпшілігі қазірдің өзінде су астында қалған. Бүгінгі күні мүсіндердің басым көпшілігі реставрациядан өтіп, платформаларға қайта орналастырылды. Англияның ең танымал жерлер қатарына неолит дәуіріндегі Стоунхендж тастарын жатқызуға болады. Бұл мегалиттік кешен Лондоннан 130 шақырым жерде табылған. Тас шеңбердің ортасында салмағы 6 тонна болатын құрбандық шалуға арналған үстел орналасқан. Жалпы монумент салмағы 5 тонналық 82 мегалит тас, 25 тонналық 30 блок және 50 тонналық аркалы трилит тастарынан тұрады. Стоунхендждің пайда болуы туралы аңыздар жетерлік. Кешенді кім және қандай мақсатта салғаны белгісіз. Бірақ та зерттеу арқылы мегалиттік құрылым біздің дәуірімізге дейінгі 3000-шы жылдары салынғаны белгілі. Ең қызығы, мұндағы тастар 200 шақырымдық қашықтықтағы карьерден алынған, ал 50 тонналық тастарды қалай тасымалдағаны тағы белгісіз. Жалпы жауаптардан гөрі сұрақтар көп. Ал сіздер бұл туралы не ойлайсыздар? Менің бүгінге айтарым осы достар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.